Достар, бүгін сіздермен отчетный период уақытында отчеттың уақытын қалай екі аптадан бір айға дейін қалай созуға болатындығы туралы ақпараттарды қарастыратын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен налоговое заявление бөліміне кіреміз. Осы жердегі продление представления налоговой отчетности бөлімдегі уведомление о продлении срока представления налоговой отчетности деген заявлениені таңдаймыз. Және біз таңдағаннан кейін бізде осындай бет ашылатын болады. Төмен қарай түсеміз. Яғни бұл жерде Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы салық кодексінің 212 бабына сәйкес сіз отчетный период уақытында мысалы отчетный период бізде полугодие бойынша, екінші полугодие бойынша 1 қаңтардан 15 ақпанға дейін. Жаңағы 910 форма, одан кейін сіздерде 200 форма квартал бойынша, 4 квартал бойынша тапсырасыздар. 913 форма және 220 формаларды тапсыруларыңыз қажет болады. Және де осы формаларды сіздер жаңағыдай продление жасап, сол продленияның уақыты өтіп кетпейінше, жаңағыдай мысалы 15 ақпан соңғы күн болатын болса, сіз 20 ақпанда болмаса 1-2 наурызда тапсыра аласыз. Жалпы бұл бізге не себепті қажет? Жалпы отчетный период уақытында осы кабинет налогоплательщикада техникалық ақаулықтар өте көп болады. Лицевой счетта ашылмай қалатын уақыттар болады, выпискаңыз шықпай қалатын уақыттар болады. Жаңағыдай отчетты тапсырғаннан кейін тұрып қалатын уақыттар болып қалады. Сосын елдің соңында тапсыратын хандар мен мырзалар бар, мысалы ИП-ның отчеттарын. Солай жұрттың соңында жүрмес үшін және тапсырған отчеттарыңыз вовремя, уақытылы налоговойдың базасына ену үшін жаңағыдай продление жасау арқылы отчеттың уақытын созып қойсаңыздар, мерзімін болады. Енді давайте сіздермен 910 формалы отчеттың қалай созуға болатындығы туралы көрсетемін. Мына жерде міндетті түрде 212 бапқа сәйкес галочканы қоюды ұмытпаңыздар. Бізде 910 отчет 2024 жылдың 2 полугодиясы бойынша осы отчетты созғым келіп отыр. Яғни осы полугодие бойынша 2 полугодие дейсіз, 2024 жыл деп жазатын боламыз. Егер де сіз 910 отчет емес, мысалы квартал бойынша тапсыратын 200 форманы созғыңыз келетін болса, сәйкесінше мына 200 отчетты көрсетесіздер код формаға, және де бұл жерде біз 4 кварталды белгілейміз және 2024 жыл деп жазатын боламыз. Сіз қай отчетты созып жатырсыз, сол отчеттің код формасын жазасыздар. Квартал бойынша тапсыратын отчет болса, кварталды белгілейсіздер. Полугодие болатын болса, полугодияны белгілейсіздер. Және қай жыл, мысалы 2024-ке тапсырып жатырмыз ғой, енді белгілейді. Сондықтан 2024 жылды жазатын боламыз. Және төмен қарай төсеміз. Мына жерде код органа государственных доходов сіздің ИП-ңіздің местонахождение ИП бойынша УГД-ның кодын жазасыздар. Ақтау қаласы бойынша 4306 бізде. Сіздер өздеріңіздің жаңағы ИП-ларыңыздың местонахождениесі бойынша УГД кодын жазасыздар. Енді міндетті түрде проверить заполнение дейміз. Мысалы бізде ошибок нет деп тұр.
яғни бәрі дұрыс аласыздар да отправить в УГД деп окей деп мына жерде цифрларыңызды таңдап парольдеріңізді жазып окей және выбрать батырмасын басып жіберетін боласыздар. Және осылай жібергеннен кейін қайтадан налоговое заявлениеге кіреміз. Мына жерде создать заявление деген көтереміз. Фильтрдан найти деп басасыздар. Найти деп басқан кезде сіздерде мына жерде жіберген заявлениялар бойынша сіздерге мына жерде бүткіл заявлениялардың спискасын шығарып береді. И қай заявление сізде соңғы тапсырылды, жіберілді, сол заявление ең бірінші болып тұрады. Және де сол жерден сіздер статус действия деген жерде тұрады. И сол жерден сіздер мына жерде уведомление деген скачать етіп, қанша уақытқа сіздерге мерзімін ұзартып берді, соны қарай аласыздар және сол уақытқа дейін отчетты тапсыра аласыздар. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады.